Мантының қамыры піскенде қатты болып қалмау үшін бір-біріне жабыспай, дана-дана болып пісетін, сонымен қатар қамыры жыртылмайтын идеальный мантының рецептімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз, су және сұйық май қосамыз. Сұйық май қоссаңыз қамырларыңыз жыртылмайды. Бұл жерде 2 зуала қамыр илейін деп тұрмын. Және де жоғары сұрыпты ұнды пайдаланғаныңыз дұрыс. 2 бөлікке бөліп, тындырып, 10 минутқа холодильникке қамырды салып қоямыз. 10 минуттан кейін тағы да бір басамыз. Содан кейін ғана осылай оқтаумен ұн себе отырып қамырды жаямыз. Қамырды оқтаумен жайған кезде ортасын баспай, екі шетін ақырын баса отырып жайғандарыңыз дұрыс. Қамырды илегенде қамыр қатты болып қалмау керек. Орташа жұмсақтықта жұп-жұқа етіп жайып аласыздар. Сонымен қатар гармошка тәріздес осылай кесіп, оны қайта бір-бірінің үстіне жинап, барлығын бірдей 4 бұрышты етіп бөліктерге бөліп аламыз. Начинкасына бұл жерде тартылған ет, пияз, сонымен қатар аздаған сұйық май қостым. Дәл осылай бүгіп алып, енді листімізге орналастыратын боламыз. Мендегі мантоварканың астына май жақпаса да жабыспайды. Егер сіздің мантоваркаңыз басқаша болса, астына май жағыңыз. Мен осылай қаязып қалмау үшін бетіне май жағып 45 минутта пісіріп аламыз. Қараңыздар, сочный әдем болып піседі.